Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойдыңыздар. Көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бал емдік қасиеті ерте кезден-ақ белгілі. Түрлі ауруларға қарсы әркім өзінше пайдаланып келген. Көптеген дертке аса шипалы. Соған орай балдың емдік қасиеттерімен таныса отырыңыз. Ара балының басты ем болатын аурулары мен оның емге қолдану тәсілдері мынадай болып келеді. Біріншіден, қол-аяқ жансызданғанда сары ара ұясының үлкендігінен 1 дана, кішілеуінен 3-4 данасын жалқы өскен усарымсақпен қосып жаншып ауру жерге танады. Екіншіден, тері қышымасына ара ұясын өңделгенін спиртке 7 күн шылап, 8-ші күннен бастап қышымаға бірнеше рет жағу керек. Ал үшінші қасиеті ол емшек безі сіңгенде ара ұясын өртеп 6 грамм суға қайнатып, самасын тұндырып, суынан күніне 2-3 рет ішеді. Ал төртінші ол ыстық суықтан тіс қақсағанда өңделген ара ұясын суға бұқтырып, суымен ауызды шайқайды. Өңделген ара ұясынан кішкене мөлшерде алып, қақсаған тіске басады. Балдың қасиеттігінің кереметтілігі сонша, балалардың кіндігі сыртқа шығып кеткенде ара ұясын өртеп, күлін кіндікке танады. Тағы бір керемет қасиетінің бірі ол құлақ ауруларына, яғни құлақ ауырған кезде сиыр сүті немесе омырау сүтіне, ешкі сүті, бұлар болмаған жағдайда жұмыртқаның ағына балды араластырып, жылытып, құлаққа тамызса, әртүрлі құлақ ауруларын жазады. Асқазан, ішек науқасына шалдыққанда не қышқылы аса көбейіп, керісінше өте азайып кеткен адамдарда балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Әсіресе асқазанда жарасы бар науқасқа тамақтың алдында 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан кейін 3 сағат өткеннен кейін балды жеп отыру дұрыс. Ауру бәсеңсіп, жүрек айнуы мен асқазанның қыжылдауы басылады. Әрі бал қанның құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Қышқылы аз адамдар бір ас қасық балды тамақты ішер алдында ғана жесе, ал ас қорытатын шырынның көбірек бөлінуіне әсер етеді. Ал қышқылы көп адамдар тамақтан кейін 1,5-2 сағат бұрын пайдаланған дұрыс. Асқазан қышқылын азайтады. Балды үккіштен өткізілген сәбізбен қосып, банкке салып, біраз уақытқа қойса, әбден еріп, сәбіздің шырынына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны әсіресе бауыры, өт жолды ауыратын адамдарға ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал жүрек ауруы бар адамға таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың, яғни гранат шырынына қосып та ішеді. Қатарынан 1-2 ай үзбей ішкен адамға ол әжептәуір жақсы әсерін береді. Балдың қасиеттігінің көптігі соншалықты, ол түрлі ауруларға шипа ем болып саналады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген жақсы пайдалы кеңестермен бөлісетін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.